Баршаңызға сәлем, Ерек арнасына қош келдіңіздер. Марокко корольдігі Африка континентінің солтүстігінде орналасқан ел. Тарихтың әртүрлі кезеңдерінде Марокко көптеген елдер мен билеушілер тарапынан басып алынды. Ең соңғы басқыншы Франция. Марокко тіпті Француз империясының бір бөлігі болды. Мемлекет өз тарихында римдіктер мен араб халықтарының да билігіне кірді. Бүгін біз бұдан басқа Марокко туралы 7 қызықты фактілермен бөлісеміз. Марокко табиғаты. Марокконың табиғаты мен пейзаждары өте әртүрлі. Елдің батыс жағалауын Атлант мұхиты, ал солтүстігін жерорта теңізі шайып жатыр. Марокко керемет Сахара шөлін қауіпсіз зерттей алатын елдердің бірі. Оның құмдары оңтүстіктен басталады. Атлас таулары Марокконың барлық дерлік аумағын кесіп өтеді. Ал Марокко халқы үшін қардың мүлдем жаңалық емес екенін білесіз бе? Тау етегіндегі аудандарда көбінесе әппақ. Маракештен алыс емес жерде тіпті Укаймден шаңғы станциясы бар. Ал солтүстігі шынымен де қар жамылған. Ал қыста Ифран қаласының айналасы Швейцарияның қарлы тау бөктерлерін еске түсіреді. Марокко заманауи ел. Мароккода өте жақсы жолдар бар. Соның ішінде ақылы автомобиль жолдарының үнемі кеңейетін желісі. Газ және мұнай кен орындарының болмауына байланысты үкімет баламалы энергия көздерін белсенді түрде дамытуда. Жақында король Мохаммед Сахара шөлінде алып күн станциясының бірнеше секторын пайдалануға берді. Жақын арада осындай тағы 3 бөлікті ашу жоспарлануда. Күн энергиясының концентраторы 500 миллион 12 метрлік айнадан жасалған. Станция барлық секторларды іске қосқаннан кейін елге қажетті электр энергиясының жартысынан астамын қамтамасыз ете алады. Елдің көп тұрғыны араб емес. Марокко араб елдеріне жатқанымен әртүрлі деректер бойынша Марокко халқының 60%-ға жуығы берберлер. Солтүстік африкалық этникалық топтарға қатысты берберлер сөзі Еуропада 17 ғасырдан бері қолданылып келеді. Берберлер өте көптеген этникалық топтан құралады. Тек Мароккода рифияндықтарды, тамазихтерді және слохтарды кездестіруге болады. Олардың өз мәдениеті мен тілі бар. Сондықтан Мароккода 2 ресми тіл бар: араб және бербер тілі. Марокко Еуропаға өте жақын. Марокко Еуропаға әлде қайда жақын. Оларды ені 14 шақырым болатын Гибралтар бұғазы бөліп тұр. Марокконың Африка жағалауында тұрып, Еуропалық Испаниядағы көліктердің қозғалысын оңай бақылай аласыз. Әлемдегі ең көне университет. Марокконың үлкен мәдени орталығы Фесте 859 жылы студенттерге есігін айқара ашқан ең көне университет бар. Оның негізін қалаушы Тунис саудагерінің қызы Фатима. Рас, нағыз дипломдар түлектерге 1947 жылы ғана беріле бастады. Арган майы. Бүкіл әлемде сұлулықты сақтау үшін қолданылатын арган майы сияқты құнды косметикалық өнім Мароккода шығарылады. Ол арган ағашының тұқымынан алынады. Процесс өте көп уақытты қажет етеді және сұйық алтын дерлік қолмен өндіріледі. 1 литр қош иісті май алу үшін шамамен 50 килограмм жемісті өңдеу керек. Бұл кем дегенде 12 сағаттық ауыр жұмыс. Мароккода танымал фильмдер түсірілді. Қолайлы климаттық жағдайлар мен жергілікті ландшафттардың сұлулығы мықты режиссерлардың назарын Магрибке қарай бұрды. 60 жылдардағы аты аңызға айналған арабиялық Лоуренс фильмнен бастап, мұнда жыл сайын жүздеген фильмдер өмірге келеді. 1983 жылы Уарзазат қаласының маңында құрылған, ауданы 20 гектарды құрайтын Атлас киностудиясы әлемдегі ең үлкені болып табылады.
Дәл осы жерде Гладиатор, Александр, Астерикс пен Обеликс, Клеопатра миссиясы, 007 Спектр фильмдері, тіпті Тақтар ойыны культтық телехикаясының 3-ші маусымы түсірілді. Ал сіздер Марокко туралы басқа қандай қызықты мәліметтерді білесіздер? Пікір жазып қалдырып кетіңіздер. Ал мына сілтеме арқылы өтіп, біздің басқа да қызықты видеоларымызды тамашалаңыздар.